Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін алмалы оладьи дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін және де жаңадан шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыз. Тіркеліп алған болсаңыз кірісейік. Бізге алдын ала електен өткізілген ұн, сода, шекер, айран, жұмыртқа және алма қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды шағып, ыдысымызға салып аламыз. Жұмыртқаға шекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы массамыздың үстінен жылы айранымызды салып аламыз және де содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Мұқият қарасаңыздар, сода мен айран реакция береді, яғни кішкене көпіріп, масса ұлғаяды. Мінекей, осылай жақсылап араластырып аласыздар. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Екіге бөліп салсаңыздар болады, түйіршек болып қалмау үшін. Барлық ингредиенттеріміздің мөлшерін төменге видеоның астына жазып қойдым, сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей барлығы жақсылап араласқаннан кейін алмамызды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Енді алмамызды массамызға салып жақсылап араластырып аламыз. Және де майымызды отқа қойып, жақсылап алдымен қызып тұрған қатты отта қыздырып аламыз. Кейіннен астын бәсеңдетіп оттың, осылай оладьилерімізді салып, екі жағынан қызартып қуырып алатын боламыз. Отты міндетті түрде жай қойыңыздар, себебі қатты болып тұрған отта пісетін болса, оладьидің беті тез қызарып кетуі мүмкін және іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан оттың астын жай қойыңыздар. Осылай екі жағында қызартып пісіріп аламыз. Оладьилер өте әдемі болып көтеріледі, көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей оладьилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі осылай қатты көтеріліп піседі әдемі болып. Мінекей сіздерге ішін ашып көрсетейін. Осылай толықтай піседі. Өз қалауларыңыз бойынша сахарный пудрамен әсемдеп қойсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.